Қайырлы күн баршаңызға достар. Сіздермен бүгін ерекше рецептпен бөліскім келіп отыр. Құрамында ешқандай сүтті қоспай-ақ жылы сумен жұмыртқадан жасалатын сиқырлы қимақтардың рецебімен бөлісемін. Дәмді, жұмсақ, жыртылмайтын, яғни видеодағыдай көрсетілгендей үлпілдеп тесік-тесік болып шығатын сиқырлы қимақтардың рецебімен бөлісетін боламын. Видео ұнаса арнама тіркеліңіздер. 3 дана жұмыртқамызды салып, кейін үстіне 4 ас қасық қантымызды салып, барлығын жақсылап венчикпен араластыратын боламыз. Бұл жерде өзіңізге ыңғайлы венчикпен немесе шанышқымен де араластырсаңыз болады. Қантымыз ерігенше бір толқында араластыратын боламыз. Барлығын араластырып болғаннан кейін ас қасық сұйық майымызды құйып, 1 жарты шай қасық нан содымызды салып, жақсылап венчикпен тағы да араластыратын боламыз. Кейін үстіне қайнап тұрған суымызды құямыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Үстіне електен өткізілген ұнымызды толыққанды салып, түйіршік қалмайтындай венчикпен араластыратын боламыз. Біздің құймағымыздың массасы дәл осындай сұйық болуы қажет. Кейін осындай табамыздың бетіне сіз сұйық маймен жақсаңыз да болады. Мен кәдімгі сары майды жағып шықтым. Жарты ожау көз мөлшерімен құйып, блинчиктерімізді орташа отта пісіретін боламыз. Екінші бетін аудару үшін сіз силикондық күрекшемен аударсаңыз болады. Мен өзіме ыңғайлы қолыммен келесі бетін осылай жақсылап пісіріп алдым. Ерекше жолмен дайындалатын сиқырлы қимақтар дайын болды. Видео ұнаса арнама тіркеліп қолдай кетіңіздер.